Еуропалық кемелер солтүстік Америка жағалауына жеткенге дейін көп уақыт бұрын байырғы америкалық өркениеттер құрлық бойында гүлденіп дамыды. Оңтүстік батыстағы Пуэбло халқынан солтүстік шығыстағы Ирокез конфедерациясына дейін бұл қоғамдар бай мәдениетке, күрделі әлеуметтік құрылымға және жерге терең байланысқа ие болды. Олар шебер егіншілер, аңшылар және қолөнершілер болды. Олардың өмірі табиғатпен тығыз байланысты болды. Ғасырлар бойы бұл байырғы қауымдастықтар салыстырмалы түрде үйлесімді өмір сүрді. Олардың тарихы ұрпақтан ұрпаққа ауызша дәстүрлер, әндер мен билер арқылы берілді. Олардың өмірі ежелгі салт дәстүрлермен және табиғаттың нәзік тепе-теңдігіне деген терең құрметпен реттелді. Тайпалар арасында ресурстар мен аумақ үшін қақтығыстар туындағанымен, жерге меншік ұғымы еуропалық көзқарастан айтарлықтай ерекшеленді. Американың байырғы тұрғындары өздерін жердің иесі емес, қамқоршысы ретінде қарастырды және табиғатқа үстемдік етудің орнына онымен үйлесімді өмір сүруге сенді. Олардың руханияты табиғат әлемімен тығыз байланысты болды. Рәсімдер мен салт жоралар барлық нәрселерде тұратын рухтарды құрметтеді. Кристофор Колумбтың 1492 жылы келуі тарихтағы бетбұрыс кезең болды. Ескі және жаңа әлемдердің бағытын мәңгілікке өзгертті. Алтынға, даңққа және жаңа сауда жолдарына деген құштарлықпен Еуропа державалары, негізінен Испания, Франция және Англия, солтүстік Америкада колониялар құра бастады. Байлық пен христиан дініне кірушілерді іздеген испандықтар, орталық және оңтүстік Америкадағы кең аумақтарды жаулап алып, жергілікті халықты аурулар мен соғыс арқылы кірді. Тері саудасына бағытталған француздар қазіргі Канадада және Миссисипи өзені бойында қоныстанып, кейбір байырғы американдық тайпалармен салыстырмалы түрде бейбіт қарым-қатынас орнатты. Ойынға кешірек келген Англия Атлант жағалауы бойында колониялар құрып, жергілікті халықты ығыстырып, жерді ресурстар үшін пайдаланды. Шешек, қызылша және тұмау сияқты еуропалық аурулардың енгізілуі, бұл бөтен ауруларға иммунитеті жоқ байырғы американдықтарға қатты әсер етті. Мәдениеттердің қақтығысы, жер мен ресурстарға деген тоқтаусыз ұмтылыспен бірге, байырғы халықтар үшін қақтығыстар мен қоныс аударуға әкелді. Келісімдер жасалды және бұзылды, ал байырғы американдықтар өздерінің ата-бабаларының жерлерінен қуылып, резервацияларға мәжбүр болды. Жаңадан келгендер өздерінің салт дәстүрлері мен наным-сенімдерін ғана емес, сонымен қатар байырғы американдықтар мен құлдықтағы африкалықтарды ең төменгі сатыға қоятын қатаң әлеуметтік иерархияны да ала келді. Солтүстік Америкадағы ағылшын колониялары жетілген сайын, олар еуропалық отанынан бөлек ерекше бірегейлікке ие болды. Ағартушылықтың өзін-өзі басқару және жеке бостандық идеалдарымен қозғалған колонистер британдық билікке қарсы шыға бастады. Марка туралы заң және шай туралы заң сияқты актілермен бейнеленген өкілдіксіз салықтардың енгізілуі кең наразылық тудырып, үлкен автономияға шақырды. Колонияларда наразылықтар басталды. Колонистер британдық тауарларды бойкоттап, бостандық ұлдары сияқты жасырын қарсылық топтарын құрып, Бостон шай ішу сияқты қарсылық актілеріне қатысты. Бұл әрекеттерді опасыздық деп санайтын Британ үкіметі әскери қатысуын күшейтіп, жазалау шараларын қолданып, шиеленісті одан әрі ушықтырды. Осы өсіп келе жатқан толқулардың ортасында колониялық көшбасшылар, ойшылдар және өрт сөндірушілер тобы пайда болды. Олардың дауыстары бостандыққа құштар халықтың наразылықтарын білдірді. Томас Пейн сияқты тұлғалар өзінің салауатты ақыл атты қызу брошюрасымен тәуелсіздікті шешен түрде қорғады. Ал Патрик Генри сияқты дарынды шешендер халықты бостандыққа немесе өлімге деген құштарлық шақыруларымен жинады. Колониялар мен Ұлыбритания арасындағы алшақтық кеңейген сайын, екі тарап та сөзсіз нәрсеге дайындалды: ұлттың тағдырын шешетін қанды қақтығыс.